Сәлем, армысыздар, қадірменді ағайын, бармысыздар, барлықтарыңызға мінекей Нұрбек бауырларыңыздан жалынды сәлем. 151-49-32-07 менің үн қатымды қосып алсаңыздар болады, және хабарлассаңыздар болады. Бүгін 10 айдың 18 күні міне өздеріңізге болған құнажын әкелдім. Болған. Мына буаз деп сатылмайды, міне бұқаға дайын тұрған мал, апарып өздеріңіз ұрықтабасаңыздар, бұқа қойбасаңыздар болады. Ал малымыздың сапасы болса, өте тазаған, сорты өте жоғары. Міне көріңіздер. Аралап тұрып көрсетейін өздеріңізге. Сондай бір керемет деген малдарды, осындай малдармен шұғылдансаңыздар болады ағайындар. Ендігі мына заманда жай мал бағып, жалпайып жатқанша мынада жақсы мал бағып, қалқайып жүргілеріңіз тілеймін. Күйлеп тұр бір-бірін артылып. Бұны сіздерге буаз деп сатылмайды, мұны тыңдап алыңыздар. Бұл буаз ба деп айтасыздар және де. Телефон нөмірін жіберші деп ойынға жазып қойды кесіздер. Телефонды айтып қойдым. Құлағы бар адам ақырын жазып алсаңыздар болады, соны үнқатқа қосыңыздар, үнқатқа қосатын жері бар. Міне, талда басаң да болады. 1-ді алсаң да болады, 5-ді алсаң да болады, 10-ды алсаң да болады, біраз бағасы жоғары. Бұл малдардың. Өзіміз жетіп береміз. Шинжаңның әрқандай орнына, қадірменді ағайындар, көріңіздер. Міне мал болса осындай болар, мен мұндай бір аралап ақырын шоқ көрсетейін өздеріңізге. Өтті шоңын алып, шоң пұлған еметкенше міне мұнауда бот тұр мінекей. Апарасында келешектен бастап төлдейді ғой енді жануарлар. Міне, не сойқан малдар бар, міне. Бұқадай мал екен мұнау, бұқадай қалқымай. Міне, мұнаяқтың мал бағу, әдісі, мал сапаландыруына мен айтайын, сөз жетпейді екен сөз. Ол біздің мал бағып жүрміз дегенмен, біз өңкі топырылдатып, өңкі томпайды жиып аттық. Рәң десе рәң жоқ, сапа десе сапа жоқ. Сарала деп баққаның өңкі әтір арық тұрақ бірдеме. Міне, бағасын, мұндай бағасын көріп ал. Мал алмасаңыз да мейлі болады, барлық адам біз шығарған нәрсені ала білмейді. Алмасаңыз да мына елдің ұстап отырған малын бір көріңіздер. Сапасын көріңіздер. Болмаса мына шықы мұңғыл мал шаруашылығын кеп, экскурсиялап, айланып кетсеңдер болады. Мұна тұрған жер жүрген адамға, жүрем деген адамға. Сол үшін көріңіздер бізде, мінеке өзіңізге таратып қойып осы кешкінде. Көптеген аға бауырларға жолдақ қойыңдар. Әзірге мына заманда осындай асыл тұқым мал бақсаң, ақша табуға болатын жұмыс. Сапасыз мал бақтың, ақша емес, өзің қалтаңдағы ақшаңы беріп жатамыз. Сондықтан ағайындар, міне көріңіздер енді. Артық кеткен жер болса кешіріп қоямыз, кем жер болса толықтап қойыңыздар. Бұл борлап жатқан мал ма дейсіздер, мұндай малды борламайды, миында бар адам болмаса. Бұл қазу жолдастар болсын, мұна мұңғылдікі болсын, бұл миында бар адам борлайды. Ана-мынаны беріп. Өйткені мынау деген малдыққа іріктеп отырған мал. Бұны қандай адам борлайды айналайын. Сол табиғи жемменен және закатоп деген үйіп қойған сонымен күнде уақ беріп бағып отырған жері бар, ұқтыңдар ма? Көп адам бұл борлайды, бүйтеді, оның бәрі өтірік. Сен де мынандай малды борлай аласың ба? Анау-мынау жаман жем-шөпті бере аласыз ба? Ол бір өтірік нәрсе. Мұнаның бәрі міне сондай алтындай өздері аялап бағып отырған мал, міне өстіп бағады. Біздің баққан бағысты айтпай қояқ болды. Сол үшін мұндай жақсы малды алып, жақсы бағыңыздар. Біз не айтамыз, көптеген бауырларға айтып келе жатырмыз. 3-4 жыл болды осы. Айтудан жалқып бардық, сіздер тыңдаудан жалқып бардыңыздар. Ал енді миына кіріп біраз түсінген бауырлар бір-екі тұяқ болса да алып жатыр. Тәуекел көрдік деп. Алған бауырлар зиян қылған жоқ. Арғысы Алтай аймақ Тарбағатай еледен алған былтыр жеткізгенбіз алдыңғы жылы. Солар жақсы өнімін көрді, сиырдың болсын, бұқаның болсын, барлығының жақсы өнімін көре алды. Сол үшін міне әр нәрседе көзі жұмып көлге түсіңдер. Жақсы мал алыңдар, айтып болса біз бір азғантай пайдасын аламыз. Ол рас, ол біздің еңбектер. Бірақ ар жағындағы үлкен пайда, үлкен нәрсе сіздерге тән. Ертең күні бізден алып едік, жақсы мал болды деп айтып жатыр ғой көптеген бауырлар, рахмет. Сондай болса болды бізге, соның өзі жетеді. Көр міне малды, көзіңді ашып отырып мына. Дүниені көрмеген құсама барлық адам оқшаш мына заман астында.
Барлық адамда ми бар, қол бар, ақша бар, жем-шөп бар, бағалады. Соққу жүрегі жоқ. Көптің өсегін ереміз, көптің көтін қазамыз, анау бүйтіп қалса, анау сөйтіп қалса дейміз. Сол үшін ең бар біреуде. Ол өлеме қарама жұмысың не? Оның өсегін араласын, не қыламыз? Бол өзіміздің жұмысты өзіміз бітіреміз. Сол. Міне көр. Бауырлар. Біреудің өсегін араласқанша өзінің жұмысын істе. Үйіңде жатып бақ, не істесең де бола береді ғой. Анау бүйтіп қапты, мынау сөйтіп қапты дегенде саған он түйіп бермейді ол. Баяғы өз қазағың сол. Не қыласың? Бір-біріңді итеріп. Міне көр. Шығарып қойдық міне. Алсаң мал бар. Алмасаң бала береді. Сіздің ақшаңыз жаншықта. Тауып алғанымыз жоқ, зорлап сатқанымыз жоқ. Көр халқым. 151 49 32 07 151 49 32 07 менің үн қатынды қосыңыздар, көбінесе міне көріңіздер. Мен жалықпай, талықпай өздеріңізге бір аралап тұрайын міне. Көр ағайын міне. Мал болса, мынаның бәрі құнажын. 350 кілі. Ауырлық салмақта бойы бірде 40-та бірде 50-ге барады. Бұны да айтып қоям, бірақ метрлеп сатпай маған ренжімеңдер.